Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басу және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін небәрі 2 сағат уақытыңызды алатын, тіпті одан да аз болуы мүмкін, және де біраз күн уақытыңызды үнемдейтін, өте тез дайындалатын, әрі дәмді болып шығатын тағамдарды жасап көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бұл тағамдарды 3 аптаға дейін мұздатқышта сақтауға болады. Міне осылай. Бұл тағамға керектінің барлығы описанияда жазылған. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. Бізге ең алдымен керегі ол тартылған ет. Менде сиыр етінен жасалынған. Барлығына 2-2,5 килограммдай тартылған ет кетті. Ал енді алғашқы тағамымызды жасаймыз. Ол үшін ең бірінші начинкамызды дайындаймыз. Біріншісі бізде тартылған ет, және де екіншісі бізде осындай жуалар. Жуалардың сыртын тазалап, жақсылап жуып, осындай блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Немесе блендер болмаса, қолмен де ұсақтап турап алсаңыздар болады. Блендердің көмегімен өте ыңғайлы әрі тез болып шығады. Ең алдымен бұл жерде менде 1 килограммдай тартылған ет, және де оның үстіне тура сондай жуаны да қосамыз, 1 килограммдай жуа. Және де алдын ала тазалап жуылған күрішті саламыз. Күріш менде 300 граммдай болады. Егер де бұл сіздерге өте көп болса, тура осының жартысын пайдалансаңыздар болады. Яғни 500 грамм тартылған ет, 500 грамм пияз, және де 150 грамм күріш. Күрішті көп немесе аздап салмаңыздар, тура осындай грамммен салсаңыздар болады. Және де дәміне қарай дәмдеуіштер, ол әрине тұз, және де қара бұрыш. Өз қалауларыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және де осыны жақсылап тұрып, қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Менде ыдысым сәл кішкентай болған соң, осы үлкен ыдысқа салып, оны жақсылап тұрып араластырып алдым. Бізде осындай көлемде салмамыз дайын болып шықты. Ал енді келесі бөлімге көшейік. Ең алдымен осылай қырыққабатымыздың сыртын тазалап, оның ортасын алып тастаймыз. Енді осы қырыққабатымызды ыстық қайнап тұрған суға 5 минуттай, немесе 5-10 минуттай салып аламыз. Бізде сырттары тез әрі оңай алынуы керек. Осылай қырыққабатымыз салып, оның бетін жауып, 10 минутқа қойсаңыздар болады. Егер де кішкентай болса, 5 минутты уақытта жетеді. Міне бізде уақыт өтті. Енді көріп тұрғандарыңыздай сырттары өте оңай алынады. Енді қырыққабаттардың сыртын бір-біртіндеп алып болған соң, сәл суығанын күттіңіздер, және де бізде осылай оңай оралуы керек. Енді осының ішіне біз салмамыз саламыз. Әр қырыққабаттың астында осында қатты жерлері болады. Егер де осында болса, пышақтың көмегімен алып тастасаңыздар болады. Енді 1 ас қасықтай, немесе одан да сәл көп, біз салмамыз саламыз, және де видеода көрсеткендей етіп орап аламыз. Осылай барлық қырыққабатпен жасап шықсаңыздар болады. Ал енді осы тағамды қатыру үшін бір-бірінен қатты жақындатпай, сәл алшақтау етіп қоямыз, және де мұздатқышқа 24 сағатқа қалдырып қоямыз. Осы қатырып 24 сағат уақыт өткеннен кейін жеке-жеке салафандарға салып қойсаңыздар болады. Ал енді келесі тағамға көшейік. Ол жерде менде осындай болгар бұрышы, бұл мен жазда алдын ала қатырып қойғанмын. Енді осының ішіне жаңағы салмамыз салып, тура осылай қатырып қойсам болады. Енді бізде осындай начинка қалып қойды. Енді осыны домалатып, біз бұдан тефтели жасаймыз. Осылай барлығын домалатып аламыз. Оны да осылай жеке қатырып алсаңыздар болады. Ал енді келесі тағамға көшейік. Ол үшін бізге тағы да жуа керек болады. Оны да блендердің көмегімен ұсатып аламыз, және де тартылған етімізге саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша картопты да қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Осылай
Картопты да блендердің көмегімен немесе пышақтың көмегімен ұсақтап етіп турап аламыз. Енді картопымызды осылай тартылған еттің үстіне салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын және де басқа да өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де сәл сұйық майды да қосуды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді көріп тұрғандарыңыздай біз бұл жерде самсаны қатырып қоямыз. Менде ол жерде дайын тұрған самсаның қамыры. Егер де бұндай қамыр болмаса, өз қолдарыңызбен елесеңіздер де болады. Қатпарлы қамыр қылдырып, және де осылай жеке-жеке алып, ішіне салмасын салып, осылай жеке-жеке қатырып қойсаңыздар болады. Бұл менен сіздерге бір идея болсын. Және де керек кезде, немесе қонақтар келетін кезде, осылай тез-тез пісіріп, үстіне сары уызды жағып, және де әсемдік үшін кунжут жағып, пісіріп берсеңіздер өте дәмді әрі тез оңай болып шығады. Ал келесі біз мантыны қатырамыз. Ең алдымен оның қамырын жасаймыз. Бұл жерде салқын суға 2 жұмыртқа, сұйық май және де тұзды салып, оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де ұнымызды өлшеп, електен өткізіп аламыз. Осылай мен осындай тез қамырды елегушке арқылы жасадым қамырды, немесе сіздер қолмен де елей берсеңіздер болады. Біздің қамырымыз қатты жұмсақ емес, сәл қаттылау болып шығуы керек. Осылай қамырымызды елеп, оны салафанға салып 1-20 минутқа тұндырып қоямыз. Ал енді қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп, әр бөлігін жұқалап жайып аламыз. Және де бұл қамырмен манты жасай берсеңіздер де, пельмен жасай берсеңіздер де, немесе орама жасауға да болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай жұқалап етіп жайып алып, оны 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ал енді бұл жерде мен салмасын алдын ала дайындап қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде тартылған ет, картоп және де жуа, дәміне қарай дәмдеуіштер қосып, сәл сұйық май құйдым. Енді осыларды алып, жеке-жеке әрбіріне 1 ас қасықтай салып, мантыны әдемілеп тұрып түйіп аламыз. Осылай жеке-жеке етіп қатырып алсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл 1 күннен кейін қатырылған түрі. Бұл жерде енді осыны әрқайсысын жеке-жеке салафанға салып, орынды үнемдеу үшін жасап қойсаңыздар болады. Және де бұл жерде менде аяқ асты қонақтар келетін болғандықтан, осылай бар тағамды пісіре салдым, өте оңай шықты. Ал енді сіздермен бірге болған мен Диана. Егер де менің видеоларым ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.